қазақ хандығы белгілі дәрежеде осы қазақ жерінде ерте замандардан өмір сүріп, ыдырап кеткен мемлекеттік құрылымдардың логикалық жалғасуында. Өз дәуірінде көршілес жатқан мемлекеттермен тиімді дипломатиялық қарым-қатынас жүргізген танымал мемлекетке айналды. Бүгінгі Қазақстан өзінің мемлекеттік және ұлттық дәстүрлерін қадірлеген кемел болашаққа қадам басқан жасампаз ел. Бір тудың астында бейбіт өмір кешуді мұрат қылған қазақ ұлтының бірлігі берекелі болмақ. Өйткені рухы биік халықтың іргесі берік. Нұрсұлтан Назарбаев.